Мен Түркістан облысы Сайрам ауданы Оңтүстік Қазақстан индустриалды-инновациялық колледжінің әлеуметтік педагог, психологы әріп Ақмарал Асқарқызы. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты студенттеріміз қашықтықтан білім алуда. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, елімізде орнатылған тәртіпке бағынып, барлық сақтық шараларын қолданып, үйде болуларыңызды сұранамыз. Қазіргі таңда коронавирус індетіне шалдыққандар қатары көбейіп жатқаны ащы болса да ақиқат. Осыған орай өзіңіз бен жақындарымыздың амандығы үшін барлық ережелерді сақтап үйде болыңыздар. Үйде болып тазалық сақтап, бөлмелерді жиі желдетудің маңызы өте зор. Үрейге бой алдырмаңыз, дүрлікпеңіз, ең дұрысы оқшаулану. Бос уақыттарыңызды тиімді пайдаланып, спортпен шұғылданыңыз. Дұрыс тамақтанып, психологиялық кеңестер мен әдеби көркем шығармаларды оқыңыздар. Уақытыңызды көбірек отбасыңызға бөліңіз. Балаларыңызбен жиі-жиі сөйлесіп тұрыңыз. Сыртқа шығу қажеттілігі туындаған жағдайда бетперде тағып, қолғап киіп, адамдар көп шоғырланған жерге бармауларыңызды сұранамыз. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Мен Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукет ауылы Оңтүстік Қазақстан индустриалды-инновациялық колледжінің НМК 11-19 грант тобының студентімін. Қашықтықта оқу бағдарламасын қолға ала отырып, үйде отырып білім аламыз. Үйде отырыңыз, денсаулығыңызды сақтаңыз. Біз біргеміз. Бірге биік қаланады, біргеміз. Бұл өмірде бөлінбес, біз мүлдеміз. Ел бірлігі ұран етіп, қашанда көк байрақтың астындамыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз, бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыздар. Мен НМК 11-19 оқушысы Ибрагимов Шейхан. Біз сіздер үшін үйдеміз, сіздер біз үшін үйде болыңыздар. Қазіргі таңда елімізде болып жатқан ахуалға байланысты үйде онлайн түрде білім алып жатырмыз. Уақыттарыңызды тиімді пайдалана біліңіздер және үйде болыңыздар. Біз сіздермен әрқашанда біргеміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Денсаулықтарыңызды сақтаңыз. Тәртіпке бағынайық. Біз біргеміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Сізбен бірге үйде қалыңыздар.